алдап кетті. Құдай-ау. Кім? Айнұр. Айнұр қайда? Мен соңғы рет әуежайға шығарып салғам. Мен сияқты жігітпен дос болғанына, жаратқанына шүкір де. Жаңадан өмір бастаймыз. Сонда ақшасыз жаңа өмір бастаймыз ба? Бірақ ана Саймон сияқтылар біз сияқты қазақ жігіттерінің ортасына от сала алмайды. Дұрыс, сала алмайды. Сала алмайды. Өзіміздің жаңа идеяны отандық өндіруші компанияларға сатамыз. Міне, ол! Мен Армакс компаниясынан боламын. Менің сіздерге ұсынысым бар. Бастық жоқ. Бір аптадан кейін келіңіз. Мықты идеялардың барлығы деймін да. Кіре беріс бөлмеде өліп қалатын кім білген. Айтпа. Осыны хатшыларды соғысқа жіберу керек қой деймін. Болмаса шекараға. Адам баласын аттап бас тартпайды ғой аналар. А? Сыпайы сөйлесіп көрдік. Болмады. Енді? Басқа жолмен кіреміз. Қалай? Жүр. Қалай басқа жол? Жүр. Сәлеметсіз бе? Сәлеметсіз бе? Директор өзінде ме? Қандай сұрақ бойынша келіп едіңіз? Жеке сұрақ бойынша келіп едік. Иә. Ол кісі қазір қабылдай алмайды. Бірақ сіздер жазылып бердіңіздер? Жазылған жоқпыз, бұлай келе салдық. Онда олай болса кешіріңіздер, ол кісі қабылдай алмайды. Кешіріңіз қарындас, біз бір жеке... Тұра тұрыңыз, кешіріңіз. Мынаның дәмін ішіп көрдіңіз бе? Мен сізді түсінбедім. Мынаның дәмін көрдіңіз бе, көрмедіңіз бе? Ол сіз неге маған айқалып жатсыз? Жоқ, жауап берсеңізші, мынаны ішіп көрдіңіз бе, ішіп көрген жоқсыз ба? Мен сізден алам секілді сұрап тұрмын, жауап беріңіз. Кешіріңіз, мұнда не айқай шығу? Кешіріңіз, сіз директорсыз ба? Иә. Мынау сіздікі ма? Иә. Ішіп көрдіңіз бе? Не болып қалды? Не болғанда ішіп көрдіңіз бе, жоқ па деп сұрап тұрмын. Сіздердің қандай да бір шағымдарыңыз болатын болса, ішке кіріп сөйлесейік. Жоқ, сіз жауап берсеңізші, ішіп көрдіңіз бе, жоқ па? Кабинетке кіріп асықпай отырып сөйлесейік. Жүріңіз онда. Иә. Ешкімді кіргізбей. Кешіріңіздер, не болып қалды? Мынаны ішіп көрдіңіз бе? Түсінбедім. Ішіп көріңізші. Ішіп көріңіз. Егер сақтау мерзімі өтіп кетсе, ешқандай да сақтау мерзімі емес. Дәмін татып көріңізші. Дәмін татып көріңізші. Бәріңіз. Ішіңіз. Өз өніміңіз. Дәмін татыңыз. Ал. Қалай екен? Жап-жақсы сияқты. Несі ұнамай қалды? Кім айтты сізге ұнамай қалды? Кім айтты сізге ұнамай қалды деп? Тамаша, ғажап, жақсы емес пе? Айтшы. Мынандай. Иә, мынандай тамаша өнім бола тұра. Неге нарықтағы сатылымы аз? Неге аз? Міне осы мәселе бойынша сізбен сөйлесуге келдік. Отырыңыз, сізде. Сонда жаңағы жасалған спектакльдің бәрі жай әшейін сөйлесу үшін болды ғой, Жай әшейін сөйлесу үшін емес. Біз нақты ұсыныспен келіп отырмыз. Кешіріңдер жігіттер, қайдағы ұсыныс, сендер жалпы кімсіңдер? Біз өзімізді жақсылап тұрып таныстырып өтейік. Менің есімім Мақсат, мына жігіттің есімі Арман. Біз Армакс компаниясының өкілдері боламыз. Армакс. Киімге көңіл аудармай қойыңыз. Бұл жоспардың бір түрі. Біз шамасы жақсы таныс болдық ау дейме. Енді нақты іске көшейік. Біздің алдын ала жасаған мониторинг бойынша елімізде шығарылатын тауарлардың бағасынан шетелден келетін тауарлардың бағасы әлдеқайда жоғары, қымбат. Ал біздің елімізде шығатын тауарлардың сапасы шетелден келетін тауарлардың сапасынан әлдеқайда жоғары, сапалы. Шетелдікі төмен сапасы. Бірақ солай бола тұра, біздің елдің тауарлардың бағасы бәрібір төмен, арзан. Неге? Неге? Міне, осы мәселе бойынша сізбен сөйлесуге келдік. Кешіріңдер жігіттер, біздің компания жарнамаға қосымша қаражат қарастырмаған. Аспаңыз. Сізден ешқандай да қосымша қаражат талап етілмейді. Сонда қалай? Сонда солай? Біз сіздің тауарыңыздың
сатылымын жоғарғы деңгейге көтереміз. Түсінбедім. Түсінбейтін несі бар? Бүгіннен бастап Армакс компаниясы сіздің тауарыңызбен сатылыммен нақты айналысатын болады. Яғни 3 аптаның ішінде біз сатылым деңгейін 5%-ға дейін ұлғайтып береміз. 3 аптаның ішінде. 3 аптаның ішінде. 5%-ға. 5%-ға. Ал егер біз міндетімізді атқарсақ, сіз бізбен бірге заңды түрде жұмыс істейтін боласыз. Егер де жұмыс өз нәтижесін беріп, әрмен қарай жемісін көріп жатсақ, біз тек қана өзіміз тапқан пайыздың 50%-ын жартысын алып отырамыз, жартысын сіздің алдыңызға түсіреміз. Яғни сіздің тарапыңыздан ешқандай да қосымша қаражат шығын болмайды. Қанша пайыз дедім? Жақсы. 8%. Қалай? Біз 5% деген жоқпыз ба? Келістік. Бір аптаның ішінде. 4 аптаның ішінде. Бір аптаның. ішінде. Нар тәуекел. Ал, жақсы. Іске сәт. Рахмет. Жақсы. Сау болыңыз. Жақсы. Сен қызықсың бар ғой. Қалай уәде бердің сен, қалай келістің? Есің дұрыс емес сен. Жоспар бар ма? Жоқ жоспар. Жоспар жоқ болса неге уәде бердің? Уәдені мен ғана бердім ба? Екеуміз бірге бердік қой. Жоқ, екеуміз бірге сен қызықсың, қол алыстың ғой. Сен қол алысқаннан жоспарың бар шығар деймін, мен де келісе салдым. Арман, біздің мақсат не? Келісім шартқа қолды қойдыру, дұрыс па? Дұрыс па жоқ па? Жоқ, дұрыс қой. Дұрыс па жоқ па? Дұрыс. Болды ғой енді, қалған содан кейін ұйымдастырамыз, жоспарды деп барлығын. Уайымдай бермеші бұл. Мақсат 3 аптаға да келісетін еді ғой, келістіретін едік қой. Келіспейді ол, келіспейді. Бір аптаның ішінде 8%. Қызықсың сен бар ғой. Міне мұнда отандық өндіріспен айналысатын барлық мекемелердің телефондары мен мекен-жайлары бар. Олар бізде аз, бірақ бар. Оның үстіне шетелден келетін арзан тауарлармен бәсекелес болу қиын. Жағдайларда емес. Бізге керек сол емес па? Бірақ бізге алдымен айрамен айналысатын мекеменің мәселесін шешіп беру керек. Уақыт аз қалды. Білем, ойымдамыш. Менде жақсы бір ой бар. Осы сенің ойларың бар ғой? Бізді тұңғиыққа батыратын шығар. Жарайды, болды. Қандай ой, айтшы. Сенесің бе, сенбейсің бе? Жоқ, сенем, айт. Маған 800 мың теңге қажет. 800 мың? Жарайды. Онда сен осы мәселеге кіріс. Мен қалған мекемелердің барлығын аралап, кездесу жайлы әңгімені өрбіте берейін. Мақсат, өз-өзіммен сөйлескен жақсы көрем негізі. Бізде 6 күн қалды. 6. Кеш. 6 күн. Білем. Қарындас, бастығыңыз өзінде жоқ екен. Мен сәрсенбі күні сағат 10-ға келсем бола ма? Әрине, бірақ міндетті түрде жазылып кетуіңіз керек. Журналға ма? Жақсы. Мен бастыққа ескертіп қоям. Рахмет. Жақсы. Жарайды, сау болыңыз. Бұл жігіттер келіскен баға бойынша апарасындар уақытында орнына. Бол, бітті. Әңгіме жоқ, мәт. Кет, ақшаны сізге беремін. Жақсы. Жақсы. Жақсы.
Сәлеметсіз бе? Саламатсыз ба? Бастығыңызға кіріп шықсам болады ма? Бастық бүгін жоқ. Онда ертең сағат 9-ға келсем, Онда болады онда. жақсы. Жақсы. Түстен кейін де болмай ма? Жоқ, болмайды. Ертең ше? Жоқ, болмайды. Бүрсі күні ше? Жоқ, Оның ар күні ше? жоқ. Онда мен келесі аптада келейін. Жақсы, сау болыңыз. Мына жерге мысыққа беремін оны. Сәлеметсіздер ме? Кешіріңіз, есіңіз кім болады? Нәзік. Нәзік, бастығыңызға кіріп шықсам, Болмайды. неге болмайды? Бүгін бастықтың қабылдайтын күн емес. Онда ертең келсем. Жақсы. Сағат ертең 12-де, е? Жақсы, рахмет. Сау болыңыздар. Мақсат, сенде бәрі дұрыс па? Дұрыс. Не болды? Ертең кездесу. Сен үйден шықпағаныңа 5 күн болды. Жоспарыңа сенімдісің бе? Сендім. Уайымдамашы. Бәрі жақсы болады. Жарайды. Кіре берсеңіздер болады. Рахмет. Сәлеметсіз бе? Мен саған тапсырған құжаттарды дайындадың ба? Иә, дайындадым. Айтпақшы, таныс қойыңдар. Бұл біздің сатылу жөніндегі менеджеріміз Олжас. Менің есімім Мақсат, мына жігіттің есімі Арман. Олжас, осы аптада сатылу қалай болып жатыр? Өзгеріс бар ма? Иә, өзгеріс бар. Қалай? Сатылу деңгейі артты ма, жоқ? Азайды ма? Сатылу көлемі артты. 8% бар ма? Жоқ. Жоқ. Қалай жоқ? Қалай жоқ? Сатылу көлемі 8,3% артты міне. Жақсы. Олжас, біздің заңгерлерге айт. Бүгіннен бастап біз Армакс компаниясымен бірге жұмыс жасаймыз. Жақсы, жарайды. Сау болыңыздар. Жақсы. Ал жігіттер, жарайсыңдар. Профессионал. Сегізде 3%-ға, иә? Жаман емес. Міне, мынаумен танысып қойыңдар. Басқа да табыс көздерін іздейміз. Сен асықпашы. Алдымен Армакс компаниясының қалай жұмыс істейтінін көрсетіп алайық. Содан кейін бүкіл отандық өндіруші компаниялар өз-ақ тартылады бізге, көресің. Дұрыс айтасың. Тоқташы. Сен бір аптаның ішінде
8,5%-ға қалай көтердің? Қатты білгім деп тұрмын. Білмей тұр, айтшы. Таңғалып тұрмын кәдімгі. Бұл Макстың құпиясы. Айтшы. Құпия деймін, кетші бар. Екеуміз ғана айтсаңшы. Айтпайын, кетші. Макс. Айтпайсың, Қалайсыңдар? Жатып қалдыңдар ма? Бәрі сіз айтқанда істедік. Азап тұр. Бәрі жоқ, мәлімет қалды. Қанекеңіз келді. Мәңір. Аха, жарайды. Жақсы. Жақсы. Жүр. Қазір мен саған барлығын түсіндіріп айтып беремін. Жоқ, не? Каракудадан нелер? Жүрсеш, көресің ғой. Міне. Не мынау? Не болды? Мынау не? Айран продукт компаниясының өнімдері. Жоқ, соқыр емеспін, көріп тұрмын. Неге бұлай істедің? Арман, тыңдашы, мен сені Жоқ, қазір. сен мені тыңда. Сен мені тыңдашы. Тыңдашы мен. Сонда сен өнімдердің барлығын таудай қылып сатып алып, өтірік сауданың көлемін арттырмақсың ба? Жоқ, біз ең басты мақсатымызға жеттік. Қайда жеттің? Қайда жеттің? Қалай арттырасың маған сауданың көлемін? Айтшы. Оны екеуміз ойластырамыз, ары қарай. Қалай екеуміз? Жоспарың қайда, идеяң қайда, ойың қайда? Арман, мен саған барлығын түсіндіріп айтып берейінші. Қарашы, тыңдашы енді. Тыңдашы енді. Ал тыңдаймын. Ал айт. Бір аптаның ішінде сатылымды 8%-ға көтеру мүмкін еместігін сен жақсы білесің. Жоқ, білем. Ал біздің ең басты мақсат келісім шартқа қол қою. Біз соған жеттік. Енді сол бойынша жұмыс істеу керек. Бұл біріншіден. Ал екіншіден, Армакс компаниясының қалай жұмыс істейтінін көрсетпесек, олар келісім шартқа қол қоймайды. Болды, басқа нәрсені ойламай, енді бізге миллиондаған табыс әкелетін келісім шартпен жұмыс істеу керек. Жарайды, ал мыналар не істейміз? Мен оны басқа дүкенге келісіп қойдым, 400 мыңға сатып жібереміз. Жарты бағасына. Жарты бағасына? Иә. Сен есің дұрыс па? Жарты бағаң не айтып тұрған? Арман, мен саған түсіндіріп айтып тұрмын ғой. Иә, білем, 400 мыңнан ұтылдық. Бірақ мәселе бұда емес. Мәселе келісім шартта. Қалай түсінбейсің сен? Біз ең басты көкейкесті мақсатымызға жеттік. Бұл сол бойынша жұмыс істеу керек енді. Кейін мыналарды мақсат, сен өзі. Арман, болды, қойшы. Жоқ. Арман, болды. Жоқ, сен. Болды деймін, уайымдамашы. Уайымдамашы, болды. Жынадан шық. Әрбір қазақтың үйінде болатын өнімдер. iPad, iMac, iPhone, айран. Айран сату мұншалықты қиын болады деп кім ойлаған? Айтпа. Ей. Алло. Қайырлы. Қалайсыз? Қайда жүрсіз? Астанада? Астында? Сіз... Иә, екінші қабат. Оң жақтағы есік. Жақсы. Ана кісі біздің мекен жайды қайдан біледі? Мен бергім. Енді ұялы телефон жоқ. Өзіміздің үйіміз жоқ, не істеймін енді? Қайрек, ассалаумағалейкум. Қалайсыңдар? Жақсы аман есен. Қайда жүрсіңдер? Әрі таптың ғой сендер. Төлетіңіз. Қалай інім? Немене маған?
үйдің телефонынан қоңырау шалып жүрсіңдер. Енді отырыңыз, ана қазір бәрінде айфон бар, қызық емес. Үйдің телефоны мода, раритет. Не, понт. Иә. Мыналар не? Банкротқа отырып қойған жоқсыңдар ма? Жоқ, құдай сақтасын. Абайла, мен ана дубайлықтармен сендер үшін босқа терлеп жүрмейін. Жоқ, о не дегеніңіз? Ана бизнес реалити. Иә. Ғалымдардың айтуы бойынша Жалпы ана тауарын өткізу үшін бизнесмендер қарапайым сол тұтынушының кейпіне енеді. понт. Былай. Мына киімдеріңде понт болсын да? Жоқ. Европалықтар осылай киінеді екен ғой, байлар. Ассалаумалейкум. Бұл пара. Мынауың кім? Оққа қарам. Оққа қарам. Кімдерді жинағасыңдар? Оққа қарамның оққа қар ғой. Мынауынша айран не істейсіңдер? Ваннаға толтырып жуынамыз. Иә. Айранға шомылған адамның денесі нәрестенің сияқты балбырап, жұмсарап, сондай. Понт қой. Қысқасы уақыт жоқ. Шаруаға көшейік. Келе жатыр 24 күн ана шейхтар. Иә, есімізде ғой. Қарсы алу керек. Көрмеге келеді олар. 1-2 сағатқа суырып алу керек, тағы жоба туралы дұрыстап түсіндіріп, ана келісім шартты жұлып алу керек бізге. Болды. Түсінікті ма? Түсінікті. Олар анауға сене бермейді. Әлемді шарлап жүрген адамдар. Біз олардың сеніміне кіруіміз керек. Жақсылап тұрып қызмет ету керек. Ол үшін не істеу керек? Ол үшін мықты киімдеріңді киіңдер, тастандағы понтты. Иә. Бір мықты мейрамхана дұрыстап күту керек. Болды, ол жағынан уайымдамаңыз. Бізді білесіз ғой, чемпионбыз ғой біз ол жағынан. Иә. Қысқасын айтқанда, понт қой. Понт. Егер мен алдайды екесіңдер, өлдің дей бер, ұқтың ба? Мына айранға жібіп тұрған терлеріңді сыпырып аламдағы айфонға шиқол жасайын. Понт қой. Понт. Жарайды. Хабарласыңдар. Иә. Жас Қайреке. Сау болыңыз. Қайреке де қатырар. Понт. Шейхтар. Қымбат костюм, қымбат тойхана, мейрамхана. Қайдан таптық енді? Жарайды, ол жағын бірдеңе қып шешерміз. Мына айранды қайтып сатамыз, соны шешу керек енді. Жігіттер, блокнот алып бере салыңдаршы. Ол блокнот бізге қажет емес деп ойлайсың ба? Не үшін? Ол менің блокнотым ғой. Қыздардікі екені көрініп тұр ғой. Алып берші. Мынау ма? Бер. Қызыл қыздардікі. Не? Біздің блокнот. Олдардікі? Оның блокнот не істеп жүр бұл жерде? Қызыл қыздардікі олдар. Қызыл қыздардікі. Әйелдер, еркектер. Олдар қыздар. Мақсат? Тоқта. Сен байқайсың ба? Бізде қазір барлығы екіге бөлінген. Әйелдер, еркектер. Бәтір еркектердікі, әйелдердікі. Еркектердің көйлегі, әйелдердің көйлегі. Сағат, әйелдердікі, еркектер. Тіпті көлікте. Әйелдердің көлігі, еркектердің көлігі. Енді жақсылап тұрып түсініп алыңыздар, былай болсын. Олжас, құрметті аға, былай болсын, біз көптеген варианттарды қарастырдық. Мына айран продукт деп ең басында өзгерттік, өйткені өздеріңіз
Ал мен не ішем сонда? Қалай сонда? Алған жоқпын ба мен? Ол ерлерге арналған айран. Тек қана жазуы шығар айырмашылығы. Ішіндегі сол бір айран ғой бәрі. Егер ішінде бір айран болса, екеуін былай бөліп қоймаушы еді. Жарайды. Арнайы ерлерге арналған айрандар шыққан ба не? Солай сияқты. Сонда қандай айырмашылығы бар екен, а? Бөліп қойғаннан кейін айырмашылығы болады.